Қайырлы кеш қыздар. Бүгін өте дәмді болып шығатын сүзбелі бәліш жасаймыз. Ең алдымен сары майымызды ыдысымызға аламыз. Сары майды ерітуіміз қажет. Содан соң таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне шекерімізді қосамыз. Еріген сары майымызды құйып, жақсылап миксермен 2-3 минуттай араластырып аламыз. Үстіне айранымызды қосамыз, тағы да 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Үстіне ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Миксерлеп аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізуіміз қажет. Енді қалған жарты ұнымызды қосып, үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Ванилин қосып жіберсеңіздер де болады. Содан соң жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды 30 минутқа демалдырып қоямыз. Басқа ыдысымызға 350 грамм творогымызды аламыз. Оның үстіне шекерімізді қосамыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды салып, үстіне ванилин қосып, жақсылап блендерден өткіземіз. Және де манная крупаны қосамыз. Жақсылап сұйық масса болғанша блендерлейміз. Осындай масса шығуы қажет. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып, формамызға саламыз. Менде форманың диаметрі 20 см. Бұл рецепт 2 пирогтың рецебі. Мен описанияға 1 пирогтың рецебін қалдырып кететін боламын. Сосын формамыздағы айналасындағы керек емес қамырлардың барлығын кесіп алып тастаймыз. Енді ішіне начинкамыздың барлығын құямыз. Үстіне қатырылған малинаны қолдандым. Сіздер клубника қолдансаңыздар да болады. Малинамен жасаған кезде өте дәмді болып шықты. Егер сізде қатырылған жидектер жоқ болса, онда пирогтың өзін пісіре берсеңіз де болады. Ол кезде де өте дәмді шығады. Сонымен мен 150 градус қызып тұрған пеште 50-55 минут пісіріп алдым. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздің пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.